бүгін математикадан ондық бөлшектер бойынша екінші бөлімнен есептер шығаратын боламыз. Мінекей, мынау ондық бөлшектерге амалдар қолдану. Бүгін біз ондық бөлшектерді есептерін шығаратын боламыз. Бірінші 716-дан осы бөлім бірінші часть болады. 716-дан 720-ға дейін шығаратын боламын бүгін. Мінекей, біз 716-ны шығарайын деп жатырмыз. 716-да біз ондық бөлшектерінде жазыңдар дейді. Ондай болса, қазір кеттік. Мінекей достар, мен қазір бәрін шығарып болғасын суретке түсіретін боламын. Мінекей, мына сандар мысалға 0,7 деп тұры үтірден. Мынау 0,10-нан 0,7 қасында бүтін жоқ болғасын 0,7 дейсіңдер да 10-нан 7 деп оқылады. Мына жерде 0,119, 0,1000-нан 317, 0,1000-нан 501 деп оқылады. Ондай болса, біз екіншісін шығаруға кеттік. Сіздерде ондық бөлшекте осындай қылып, қалай түсіндірсем болады. Бұрыс бөлшек келіп қалса, сіздер оны бірінші аралассан айналдырасыздар. Сосын сіздерде бүтін пайда болады ғой. Сол бүтін бағанағы 0 бүтін еді ғой. Бүтін пайда болса, неше бүтін болса, сонша жерін жазамыз. Бір бүтін, 10-нан 1. Яғни 1 0 болғасын тек бірді ғана жазып. 2 0 болса, 0-ден 1 болады деді. Мына жерде бірінші айналдағы 7 бүтін 100-ден 18 деп, 7 бүтін 100-ден 18. Астындағы 100 көрінбей тұрады. Мінекей. Қазір біз көз алдымызда 100-ден 2409-ны шығарамыз. Мінекей. 100-ден 2409 тең 24 бүтін 100-ден 9. Бұл 24 бүтін 1 болғасын 0-ден 9 болады. Мінекей. Ондай болса, екіншісін біткенде сіздермен хабарда боламын. Мінекей, мынаны да шығарып болдық. Енді біз үшіншісін шығаруға бастаймыз. Бұда тек бүтін бізде оп-оңай. Ондай болса, кеттік. Мінекей, үшіншісі. Мінекей, біз үшіншісін де шығарып болдық. Енді біз төртінші есепке өттік. Бүгін біздің үлкеніміз аяқталды. Біз тек бүгін 716-ны шығардық. Келесі бөлімде мен сіздермен 717-ні шығаратын, 737 және 718-ді шығаратын боламын келесі бөлімде. Ондай болса, менің тағы да осындай ондық бөлшектерді көргілеріңіз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.